Барлықтарыңызға сәлем, менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге глютенсіз алма тосабынан дайындалатын ерекше торттың дайындалу жолын ұсынбақпын. Бұл торт ешбір тортқа ұқсамайды, өте ерекше, дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сізге де ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Қамырын дайындау үшін бос ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне қант немесе қант алмастырғыш саламыз. Жақсылап миксер құрылғысының көмегімен араластырамыз. Дәл осы сәтте айтып кеткім келіп отырғаны, бұл тортты сіз таразының көмегінсіз ақ дайындай аласыз. Яғни бұндағы қант, сүт, алма тосабы және де ұнды бірдей стакандармен, яғни шынаяқтармен өлшесеңіз болғаны. Миксерлеп болдық. Нәтижесінде осындай аппақ көбік пайда болуы қажет. Енді дәл сондай мөлшердегі сүтімізді құямыз. Және де тағы да миксермен араластырамыз. Араластырып болдық. Енді тортымыздың ең басты ингредиенті, яғни құрамы алма тосабын салатын боламыз. Алма тосабын орысша яблочное повидло немесе джем деп атайды. Бұны дүкендерден тауып алсаңыздар болады, не болмаса үй жағдайында дайындасаңыздар болады. Менің пайдаланып отырғаным үй жағдайында дайындалған алма тосабы. Жақсылап араластырамыз. Нәтижесінде осындай қоспамыз дайын болды. Енді құрғақ ингредиенттерімізді біріктіреміз. Олар бізде жүгері ұны, күріш ұны, жүгері крахмалы және де ас содасы. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және де құрғақ қоспамызды сұйық қоспамызға қоса отыра араластырамыз. Құрғақ қоспамызды сұйық массамызға қосқан кезде бөліп салған жақсы, сол кезде сіздерде биік бисквит пайда болуы мүмкін. Араластырамыз. Нәтижесінде осындай қамыр пайда болады. Кәдімгі қамырлардан ешқандай да айырмашылығы жоқ. Дәл сондай қоймалжыңдықта болып шығады. Тек бұның ең басты айырмашылығы ол осы алма тосабының қосылуында. Енді пешке салатын ыдысымызға пергамент қағазын төсейміз және үстіне дайын болған қамырымызды құямыз. Толықтай құйғаннан кейін бетін тегістейміз және де 180 градуста 10-20 минут аралығында пісіріп аламыз. Бұл торттың тағы бір ерекшелігі, бұл торт өте тез піседі және де өте биік болып шығады. Ендігі кезекте крем дайындаймыз. Крем үшін бос ыдысымызға кілегейімізді, яғни сливкимізді құямыз. 33%. Жақсылап кішкене қоюланғанша дейін араластырамыз. Аздап қоюланғаннан кейін оның үстіне сүзбелі ірімшік немесе ірімшік кремін саламыз. Бұны орысша сырный крем немесе творожный сыр дейді. Қалағаныңызды қоссаңыз болады, немесе маскарпоне қоссаңыз да болады. Енді оның үстіне қант немесе қант ұнтағын немесе қант алмастырғыш саламыз. Мен қант салдым, себебі бұл тортқа крем кішкене сұйықтау болғаны жақсы. Егер қою болып көлемдер салғыларыңыз келсе, әртүрлі жұлдызша көлемін салғыларыңыз келсе, қант ұнтағын салғандарыңыз дұрыс. Енді біз бисквитімізді 2-ге бөліп аламыз, теп-тегіс қылып жандарын кесеміз және де дайын болған кремімізді жағамыз. Бетін тегістейміз. Келесі кожамызды қоямыз.
Осының өзі биік болып шығады. Қаласаңыздар бұны ортасынан бөліп 4 қабатты торт қылсаңыздар болады. Дегенмен оны қажет емес деп санаймын. Енді бұның үстіне мен ақ шоколадты ерітіп салдым. Дегенмен сіздерде дәл мен сияқты ақ шоколадты ерітіп салатын болсаңыздар, сіздерге айтарым, міндетті түрде сары маймен немесе сұйық маймен ерітіңіздер. Себебі байқап отырғандарыңыздай, мені кескен кезінде ақ шоколад қатты болған, яғни сұйық май, сары май болмаған соң құрамында ол қатты болып қатып қалған. Сондықтан да сіздерге сары маймен ерітуді кеңес беремін. Біздің тортымыз дайын, осындай әдемі қылып безендірдім. Енді оны бірге кесіп дәмдатып көрейік. Кескен кезде шоколадын санамағанда өте жұмсақ болып кесіледі. Қождары жұмсақ. Бұл тортты кемінде 2 сағатқа ылғалдандыруға, яғни пропиткаға қойып қойсаңыздар, одан да өте жұмсақ болады. Ерекше торт болып шықты. Маған ұнады. Байқап отырған боларсыздар, шоколад қатты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл рецепт сізге де ұнайды деген ойдамын. Назарларыңыз үшін рахмет.